бауырдан өте жұмсақ және дәмді болып шығатын котлеттер дайындаймыз. Жасап көріңіздер. Бұл жерде котлетке керекті заттарымыз: жұмыртқа, картоп, пияз, бауыр, сәбіз, сүт, ұн, сұйық май, тұз және ұнатсаңыздар қара бұрыш қоссаңыздар болады. Толық рецептісін описаниеда жазып қалдырамын. Ең алдымен бауырды, пияз, картоп, сәбізді блендерден өткізіп алдым. Ет тартқыштан өткізсеңіздер де болады, өз қалауларыңыз. Осылай өткізіп алып, венчикпен араластырып аламыз. Толық араласқанша үстіне 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Оны да толық араластырып алғаннан кейін сұйық майымызды, тұзымызды және қара бұрышымызды қосып, тағы да толық араластырамыз. Бауырды ет тартқыштан не блендерден өткізердің алдын бауырдың сыртындағы шұға пленка тәріздес қабығын міндетті түрде алып тастаңыздар. Осылай жақсылап араластырып аламыз да ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп салып аламыз. Ең соңында сүтімізді қосып, толық араластырып, тапамызға май құйып, орташа отта 2 жағын қызартып пісіріп аламыз. Осы дайын болған котлетімізді табаға 2 ас қасықтан құйып отырып пісіріп аласыздар. Осындай сұйықтықта шығады. Мінекей осындай котлетіміз дайын болды. Тағы да басқа рецепттерді менің каналымнан таба аласыздар. Каналға тіркеліп қолдау көрсетіп кетіңіздер.